dear pupils. Құрметті оқушылар, бүгін біз 6 сыныптың 2-ші тоқсандағы 2-ші ПЖВ-сын талдамақшымыз. Summative assessment for the unit drama and the comedy. Яғни бұл бөлім бойынша жиынтық, бұл драма және комедия деген бөлім бойынша, Excel бойынша 4-ші бөлім. Оны талдаймыз. Бізде әдетте 2 тапсырмадан тұрады. Reading and writing. Reading, яғни оқылым, текст бойынша тапсырма болады. Task 1. Read about a famous movie, Life of Pi, and do the task below. Яғни атақты кино, Пидің өмірі дегенді оқып, астында тапсырманы жасауымыз керек. Яғни true, false, true дұрыс, false дұрыс емес, яғни текст бойынша мұна 4 сөйлем. Енді оқып аударайық, Life of Pi, яғни Пидің өмірі, текст. When Pi is 16, his family decides to close the zoo and move to Canada. They sell some of the animals to zoos in North America, and the family takes the animals with them on a ship to Canada. Яғни Пи бұл адамның аты. 16 жаста болғанда отбасы зоопаркты жауып, Канадаға көшкілері келді. Олар зоопарктегі, яғни Солтүстік Америкадағы зоопарктегі жануарлардың шамалысын, яғни кейбіреулерін сатты. Және де кейбіреулерін Канадаға кемемен өздерімен бірге алып кетті. On the way there is a terrible storm and the ship sinks. Яғни жолда қатты дауыл тұрып, қайық, яғни суға толып кетті. He finds himself in a lifeboat with a lion, zebra, orangutan and a tiger. Яғни әке-шешесі қайтыс болып кетеді, өкінішке орай. Және де ол кімдермен қалады? Гиена, зебра, орангутан және жолбарыспен қалады. Яғни маймылмен, және жолбарыспен. When he sees the animals, he is scared and he jumps into the ocean. Яғни осы жануарлармен қалғанын көрген кезде Пи өте қатты қорқып кетіп, сол мұхитқа секіріп кетті. Then he remembers there are sharks in the ocean and he climbs back into the lifeboat. Содан кейін ол есіне түсті, яғни теңізде, мұхитта акулалардың бар екені, сөйтіп қайтадан кемеге секіріп қайтадан мінді. He and the tiger spent 227 days in the lifeboat. Енді белгілі жолбарыс, яғни қалғандарын бәрін жеп қояды, аш болғасын. 227 күн жолбарыс екеуі бір кемеде қалды. They live through terrible storms and are burned by the Pacific sun. Яғни олар әртүрлі дауылдарды өткізеді бастарынан, және де сол тынық мұхитының күні де өте оларды күйдіріп жібереді. Және қыстық болған соншалық. They are often hungry and ill. Кейбір кезде олар аш болды, ауырды. Sometimes he is happy and hopeful, but sometimes he feels sad and lonely. Яғни кейбір кезде ол бақытты болды, бір үміт болды алдына деген, бірақ кейбір кезде мұңлы болып және өзін жалғыз сезінді. Finally, they arrive at the coast of Mexico, but you will have to read the book to find out what happens in the end. Соңында олар Мексиканың жағалауына келді, бірақ сен соңын табу үшін сен бұл кітапты оқуың керек, тауып алып дейді. Енді сұрақтан, яғни сөйлемдерге қарайды. Біз мұна екеуін біреуін қосуымыз керек, яғни дұрыс жауабын. P moves to Canada in 16. Яғни 16 жаста болған кезде олар көшті ма? Yes, true. True дегенді бекіреміз, дейміз, яғни, true. Okay. P is scared when he sees the animals in the lifeboat. Яғни сол жануарлар кемеде қалып қойғанда ол қорықты, әрине қорықты. True. P fights with a big shark. P үлкен акуламен шайқасты ма? No. Бұл туралы айтылған жоқ, акула туралы. False. At the end they land in the USA. Олар соңында ақш-қа жетті ма? False. Жоқ, олар Мексикаға жетті. Міне осылай сонда екеуі true, екеуі false болды, соңғы екеуі яғни.
осылай белгілеңдер. Writing task 2 жазылым. Look at the facts about a famous cartoon Rio 2. Write 2 paragraphs using the information below. Бұл Rio 2 деген, яғни мультфильм. Осы туралы факт беріліп тұр, яғни сол туралы қысқаша мәлімет. Write 2 paragraphs, яғни біз 2 абзацтан тұратын, яғни бұның бәрін бір текст қылып жазуымыз керек, қысқаша. Міне бізде барлығы беріліп тұр. Енді write 1 sentence about this cartoon. Use structures as I like to watch and I would like to tell. Бір сөйлем айт дейді әуелі осы мультфильм туралы. I like to watch, яғни көргім келеді, немесе мен айтқым келеді деп баста дейді. Write general facts about the cartoon. Жалпы фактілерді келтір. Write about actors, music and the country of production. Яғни актерлер, музыка және де сол шығарып жатқан ел туралы не істе дейді, жаз дейді. Include information about company production, release date, running time and the language. Және де басқа да оны қай жер шығарған, қай уақытта шыққан, яғни тілі туралы айт дейді. Соңында recommend this cartoon to your friends. Содан кейін оны өзінің достарыңа ақыл кеңес болып қылып жіберді, яғни кеңес жіберді дейді. Енді сендерге жазып көрсетсем, бірінші бізде, яғни біз бұны 1-2 демейміз, абзацтан бастаймыз, иә. As I like to watch, I would like to tell. I would like to tell, яғни сендерге айтып бастаймын, иә. Like to tell you about famous cartoon Rio 2. Яғни Rio 2 деген атақты мультфильм туралы сендерге айтқым келіп тұр. With general facts. Жалпы оны, яғни кім түсірді дегенді айтуым керек, иә. General facts about the cartoon. It is directed by Carlos. Яғни бұл режиссер, иә, кім түсіргендігі. Салданха. Write about actors, music and the country of production. Біз жұлдыздар деп айтсақ болады. The stars are. Енді жұлдыздар кім болған? Anne Hathaway and Jesse Eisenberg. Music by John Powell. And the country of production is United States. US деп жазсақ болады, немесе United States. Мына жерде тұр, иә, елі, яғни. Include information about company production. Release date, running time and language. Production company. Its company десек те болады, оның компаниясы, яғни its production company is 20th Century Fox Animation. Яғни компания түсірген. Бұл туралы жаздық. Release date.
бұл өтіп кеткендіктен it was десек болады. Was in March. And 2014. Нүкте қойып бастасақ та болады. Келесін running time. It's running time, яғни ұзақтығы, иә, барлық уақытты алатын. Is 101 минут, яғни 101 minutes. Language. Language is English. Не бұл ағылшын тілінде түсірілген әуелгіде. Рекомендациядан біз екінші абзацқа жазамыз. I recommend, яғни біз ақыл кеңес береміз, ұсынамыз, яғни I recommend this cartoon to my friends, яғни достарыма. Because, себебі, енді біз оны сипаттауымыз керек. It is funny and amazing. Көңілді және керемет. Міне бізде осылай шықты. Окей. Осылай видеоны тоқтатып жазып алсаңдар болады. Мінекей, оқушылар барлығы түсінікті деп ойлаймын. Бұған сендерге 6 балл беру керек. Аяқта 4 болса да барлығы 10 болады. Тағы да сұрақтарың болса, түсінбеген, комментарийға жазуға болады, және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңдар. Goodbye and good luck. Сендерге сәттілік тілеймін. Сау болыңдар.